Сәлем достар, сіздермен бүгін целлофан қалталарын, яғни целлофановый пакеттерді жинақы ұстайтын органайзер жасаймыз. Ол үшін мынадай тубус қажет болады. Ол сізде кез келген басқа зат болуы мүмкін. Және сыртын қаптауға осындай қағаз, ыстық клей, екі жақты клей, картон, джут жібі және ағаш моншақтар. Ең алдымен қағазды айналдыра өлшеп кесіп алдым. Содан соң екі жақты клейді ұзыннан жабыстырып, өлшеп алған қағазбен қаптап шықтым. Келесі кезекте астын бекітуге картон өлшеп алдым. Содан соң оны да қағазбен қаптау қажет болады. Кейін ағаш моншақтардың біреуін джут жібіне өткізіп, бір ұшын бекітіп, тубустың ашық тұрған жағына осылай бекіттім. Одан кейін қалған ағаш моншақтарды сәндік үшін айналдыра жабыстырып шықтым. Келесі джут жібін артық көп мөлшерде кесіп алып, келесі ұшына әдемілік үшін 3 ағаш моншақты осылай бекітіп қойдым. Міне осылай біздің целлофан салатын органайзер дайын болды. Бұл джут жібі бізге целлофанды салған сайын, целлофан өзімен бірге джут жібін төменге тартып отырады. Сонда сіз жіпті әрбір тартқан сайын бір целлофаннан шығып отырады. Және ең бастысы, ең бірінші салып жіберген целлофанды жіпке 4-5 қайтара орауды ұмытпаңыз. Органайзер ұнаған болса, менің каналыма жазылып пікір қалдырыңыз.